Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электр өрісі, электр заряды, электр өрісінің күштік сипаттамасы. Сабағымыздағы негізгі оқу мақсаты электр өрісінің қасиетін талқылау және оның күштік сипаттамасын анықтау. Сабағымыздың негізгі мақсаты балалар денелердің электрленуін түсіну, электростатикалық өріс қасиеттерін білу, талдау, электр өрісінің күштік сипаттамасын білу. Балалар, біз бұрыннан бері электр өрісі, электр заряды, электр өрісінің қасиеттері, электр өрісінің күш сызықтары, Кулон заңы деген ұғымдармен бұрыннан таныспыз. Электр өрісінің не екендігін білеміз, электр зарядының қалай белгіленетінін, оның қандай түрлері бар екендігінің және электр өрісінің қандай қасиеттері бар екендігі сендерге 8-ші сыныптан бері белгілі. Және де Кулон заңымен де таныстыңдар, яғни зарядтардың арасындағы өзара әсерлесу күшінің Кулон заңымен өрнектелетінін сендер білесіңдер. Балалар, біз бүгінгі сабақта электростатика тарауы бойынша денелердің электрленуі туралы айтатын боламыз. Және электр зарядын есімізге түсіреміз, электр зарядының сақталу заңын, электрлік өзара әрекеттесу, Кулон заңы және суперпозиция принциптерін қарастыратын боламыз. Жалпы балалар, электр заряды дегеніміз дененің немесе дене бөлшектердің электромагниттік күштік әрекеттесу қабілетін сипаттайтын физикалық шама. Электр зарядын кішкентай Q әрпімен белгілейтініміз естеріңде болса, оның өлшемділігі Кулон. Зарядтың естеріңде болса, екі түрі бар болатын: оң және теріс, плюс, минус. Әрекеттесу кезінде зарядтар бір денеден екінші денеге беріле алады. Яғни әрекеттесуіне байланысты зарядтардың екі түрі бар: аттас және әрі-аттас зарядтар. Аттас зарядтар бір-бірінен тебіледі, әрі-аттас зарядтар бір-біріне тартылады. Яғни плюс пен плюс заряд бір-біріне әрекеттесе, ол екі заряд бір-бірін тебеді. Сәйкесінше минус пен теріс екі заряд бір-біріне әрекеттесе, онда екеуі бір-бірін тебеді. Егер әрі-аттас зарядтар болатын болса, әрекеттесетін болса, олар бір-біріне қарай тартылады екен. Электр заряды денелердің электрлік әсерлесуін сипаттайтын шама. Электр зарядының балалар мынадай қасиеттері бар. Электр зарядтар оң және теріс болады. Аттас зарядтар бір-бірінен тебіледі, әрі-аттас зарядтар бір-біріне тартылады. Жаңа айтып өткендей, электр заряды аддитивті, яғни кез келген жүйенің заряды жүйені құрайтын бөлшектердің зарядтарының математикалық қосындысына тең екен. Электр заряды дискретті, яғни кез келген бөлшек элементар электрон зарядынан тұрады. Яғни зарядтың формуласы бойынша ені біз заряд санына көбейтеміз. Е деп отырғанымыз балалар элементар заряд. Элементар зарядтың сан мәнін біз білеміз. Е тең болады минус 1,6 көбейту 10 минус 19 дәрежесі кулон. Элементар заряды бар бөлшектер олар электрондар және протондар. Естеріңде болса, протон мен нейтрон ол атомның ядросында орналасқан бөлшектер болатын болса, ал электрон дегеніміз сол ядроны айнала қозғалып жүретін теріс зарядталған бөлшек екен. Протонның зарядының таңбасы оң деп айтамыз, нейтронның заряды жоқ деп айтамыз, естеріңде болса. Электрленудің үш түрі бар: үйкеліс арқылы, әрекеттесу арқылы, жарық әсерінен. Электрлену құбылысын бақылайтын құрал электроскоп деп аталады. Яғни ол құрал арқылы электр өрісінің бар немесе жоқ екендігін біз біле алады екенбіз. Мына суретте көрсетілгендей заряд таңбалары және олардың бір-біріне қалай әсерлесіп тұрғандығын бұл суреттен көруге болады.
және электрленудің күнделікті өмірде қолданысы мына суреттерде көрсетілген. Зарядтың сақталу заңына тоқталайық балалар. Зарядтың сақталу заңы тұйықталған жүйеге енетін барлық денелердің зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты болып қалады. Яғни формуламен айтатын болсақ, зарядтардың қосындысы Q1 қосу Q2 қосылған Q3 және де сәйкесінше тағы сол сияқты Qn тең болады константа, яғни тұрақты деген сөз. Зарядтың сақталу заңының қолданыс аясы көрсетілген ядролық реакцияларда және диссоциация реакциясында. Суперпозиция принципінің қысқаша бейне көрінісі. Ары қарай балалар, мына жердегі суреттерге қарай отырып, А суретіндегі зарядтың шардың таңбасы қандай, Б суреттегі шардың зарядының таңбасы қандай, осының барлығын дәптерге жазамыз, орындаймыз. Келесі екінші тапсырмада да суретте көрсетілген шарлардың қайсысының заряды артық неге дейді. Осы сұрақтың жауабында дәптерімізге жазамыз. Және де балалар, мына өзіндік жұмысты орындаймыз. Электростатикалық өрістің көзі, электростатикалық өрістерде денеге әсер ететін қандай күштер бар, электростатикалық өрістердің күштік сипаттамалары формуласы мен бағытын көрсетеміз. Электростатикалық өрістердің сұлбасының бейнеленуі жаңа қысқаша көрсетілген. Өрістің күш сызықтары және мына сөйлемді толықтырамыз балалар. Осылардың барлығын дәптерге орындаймыз. Және мына бекіту тапсырмасы ретінде берілген екі есепті шығарамыз. Осы тапсырмалардың барлығын орындап біткеннен кейін балалар WhatsApp-та маған жекеге жіберіңдер. Енді мына екі есепке тоқталайық балалар. Мына бірінші есепте екі түрлі заряд берілген. 40 нанокулон және 10 нанокулон. Сәйкесінше Q1, Q2 деп жазамыз. Және халықаралық біріктер жүйесіне міндетті түрде келтіреміз екі зарядты да. Екеуінің өлшем бірліктері наноны жай кулонға айналдырамыз. 10 см деген сол екі зарядтың ара қашықтығы. Кішкентай әрмен белгілеп жазасыңдар. Оны да хабыржаға келтіресіңдер, оны білесіңдер, я? Яғни осы екі зарядтың арасындағы әсерлесуші, осы екі заряд тарапынан әсер ететін күштердің тең әсерлік күші 0-ге тең болу үшін қандай үшінші зарядты алу керек және қай жерге орналастыру керек дейді. Осы тапсырманы есепті шығарып орындаймыз балалар. Кулон заң арқылы. Келесі екінші тапсырма күштердің күш векторы, екі күш векторы берілген және олардың арасындағы бұрыш берілген. Тең әсерлі күштің модулін анықтау керек. Балалар, шығара аласыңдар. Осы тапсырмалардың барлығын орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Бүгінше сабағымыз аяқталды балалар, сау болыңдар.